Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен тәтті, жұмсақ, керемет шығатын оқтауды керек етпейтін балды торттың рецебімен бөліскім келеді. Жасап көріңіздер, жасалуы да оңай, әрі керемет болатыны сөзсіз. Бір жасағаннан күшті шығатын балды торттың рецебі. Жүрекше батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал онда бастайық. Үлкен емес, бірақ түбі қалыңдау кішкентай қазанға балымызды салып ерітеміз. Менің балым өзі қоңыр, егер сіздердің балыңыз сарғыш болса, қоңыр болғанша кішкене қайнатып, ұнайтын түсіңізге енгенше ұстасаңыз болады. Бал жібіп қайнайын деп бастағанда ас соданы қосамыз, сол кезде жақсылап араластырамыз. Сода көпіріп реакция береді, кейін сары майдан қосып, май ерігенше тағы араластырамыз. Енді май ерігенде табаны суытып қоямыз, оған дейін бөлек ыдысқа жұмыртқаларды жарып, қантты қосып, дұрыстап миксермен араластыру керек болады. Кейін суыңқыраған бал массасын араластыра отыра, ақырындап құйып шығамыз. Міндетті түрде бал массасын суыта құйыңыз, әйтпесе жұмыртқаларымыз пісіп кетеді. Енді ұнды екіге бөліп, осы массамызға илектен өткізіп себеміз. Миксермен араластыра отырып, бірінші бөлігін, сосын екінші бөлігін салып, түйіршіксіз масса болғанша араластырамыз. Мінекей балды торттың қамырының массасы дайын болды. Енді пергамент қағазын аламыз. Диаметрі 26 ғып сызып аламыз. Сол бойынша 3 ас қасық масса құйып, тегістеп жағып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке қоямыз 180 градусқа. Өзі тез ақ піседі. Мен оған дейін дәл солай екінші пергаментті сызып, дайындап массаны жағып шығам. Сонда 5-7 минутта піскенше, екінші жағылған қамырымыз пісуге дайын тұрады. Өстіп бірінен соң бірін тез ақ балды, үгітілген нандарымызды пісіріп аламыз. Мінекей пергаменттен де тез алынады. Енді тура осы пергаментке келесілерінде пісіріп аламыз. Қарасаңыздар, жұмсақ, қалың емес, әдемі боп, оңай тез пісіп шығады. Енді шеңберіміздегі диаметрді 26-дан 24-ке азайтып, өсіп үстінен басып, шетіндегі нандарын блендерге алып тастаймыз. Кейін ол нандарды безендіруге үгітіп аламыз. Енді кремін жасап жіберейік. Сметана қаймаққа қант салып араластырамыз. Сметананың қоюлығы 20%, кем дегенде 20% болу керек. Тағы бір ыдысқа 33% қою сливкеге қантты немесе қант ұнтағын сеуіп, көлемі ұлғайғанша араластырамыз. Кейін қаймаққа қосып, екеуін тағы бір араластырамыз. Осымен дәмді тәтті креміміз дайын болды. Енді тортты жинай бастайық. Алдымен бір қасығын өсіп саласыз. Содан кейін үгітілмелі балды нанымыздан саламыз. Үстінен 3-4 қасық кремнен құямыз. Содан кейін келесі нанымыз кетіп, өсіп бірінен соң бірін нан, крем қылып жағып тортымызды жинаймыз. Барлығын жинап болған соң, тортты тоңазытқышқа қатқанша алдымен 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Міне уақыт өтті, әбден бір-біріне сіңді. Енді дайындап қойған үгітілген қолқымнан шеттерінен, үстінен дұрыстап сеуіп шығамыз. Ауызда еритін жұмсақ, тәтті, балды тортымыз дайын болды. Неге кесіп сіздерге көрсетейін. Жасап көріңіздер. Маған сенім артып, аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. 100% шығатын, нәзік, дәл осы креммен корждары бірге үйлесетін тәтті торт десем артық айтпаймын.
Шайларыңыз тәтті болсын, дастархандарыңыздан береке кетпесін.